Бұрын сотқа жүгінген отбасыларға татуласу үшін 6 айға дейін уақыт берілсе. Енді бұл процесс 2 жылға дейін ұзартылды. Себебі елімізде неке бұзу көрсеткіші жыл сайын артып отыр. Былтыр Жаңаөзен қаласы бойынша 231 отбасы ажырасқан. Сонымен қатар алимент өндіру мәселесі де өзекті. Жанұялық дауларды бітімгершілікпен шешіп, балалардың толыққанды отбасында тәрбиелену үшін отбасылық сот пилоттық жобасы қолға алынады. Қалалық әкімдікте өткен жиында жаңа жобаның мақсаты түсіндірілді. Толығырақ әріптесім Сәуле Жолманбетқызы тарқатады. Жаңаөзен қалалық сотының төрағасы және Маңғыстау облыстық кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрайымы отбасылық сот пилоттық жобасының мақсатын түсіндірді. Жаңа бастама отбасыларды сақтап қалу, балалардың құқығын қорғауға бағытталған. Көбісі жастар бізге келетін сотқа ажырасуға. Сондықтан олар көбісі 22 жас, 25-27 арасында көбісі. Осы енді біріншіден ол әлеуметтік жағдай, екіншіден отбасы не жоқ, үй жоқ, баспана жоқ, жұмыс жоқ, және айтады ғой, нетерпимость дейді орысша, қазақшада төзбеу жоқ та. Бір кіші қиыншылық болса сразу жүгіреді. Отбасылық сот әр ауылда жұмыс істейтін болады. Яғни, елді мекендердегі ғимараттардан арнайы бір бөлме жасақталады. Ақсақалдар мен елге сыйлы, аузы дуалы азаматтардан құралған топ даудың себебін анықтап, отбасын татуластыруға жұмыстанады. Топ құрамы алдағы уақытта сот пен қалалық әкімдікпен бірлесе отырып шешіледі. Ерлі-зайыптылардың арасында болатын мәселелер көбінесе. Әкімшілік тарапынан тиісті шаралар алынады деп есептеймін. Тиісті бөлімдер бар, жауапты лауазымды тұлғалар бар. Қандай шаралар алыну керек? Әкімшілік тарапынан тиісті жұмыстар жүргізіліп, шаралар алынады. Жиында сондай-ақ Жаңаөзен қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Смарт сот және түнгі сот пилоттық жобаларының тиімділігіне тоқталды. Смарт сот бүгінде Қызылсай мен Теңге ауылдарының әкімдіктерінде іске қосылды. Аталған елді мекеннің тұрғындары жол ақысы мен уақытын үнемдей отырып, сотқа қашықтықтан қатыса алады. Ал ұялы телефонға арнайы бағдарламаны жүктеп алу арқылы шет елде жүріп қатысу мүмкіндігі қарастырылған. Ал түнгі сот кешкі сағат 18:30-дан 22:00 дейін жұмыс жасайды. Жол көлік оқиғасы орын алса, 3 күннің ішінде шешім шығарылады. Нәтижесінде сақтандыру мекемелерінен төлемақыны алу үшін 3 ай уақыт кететін болса, енді 2 аптаның ішінде толық өндіре алады. Халықтың көңілінен шықса, жүзеге асырылған пилоттық жобалар заң тармақтарына енгізіледі дейді жауаптылар. Сәуле Жолманбетқызы, Баққали Зиядинов, Каспий ақпарат.